Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы осы шақ. Оқу мақсаттары: мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақ қолдану. Етістіктің шақтары: осы шақ ережесімен танысамыз. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің, қимылдың қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктердің сұрақтары: не істеп отырмын? Жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың? Жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр? Жатыр, тұр, жүр. Енді балалар, бейнероликке назар аударып, мұқият тыңдаймыз. Осы шақ. Жатыр, тұр, жүр, отыр қалып етістіктері арқылы жасалады. Осы шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақытта болып жатқан немесе үнемі болатын іс-қимылды білдіреді. Мысал үшін, мен хат жазып отырмын. Екінші мәтінге назар аударыңыздар. Алмас нағашы атасы мен әжесіне хат жазды. Сәлеметсіздер ме, ата, апа? Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Сабақтың үстінде сіздерге хат жазып отырмын. Спорт секциясына барып жүрмін. Әкем мен анам жұмыс істеп жүр. Мен сіздерді қатты сағындым. Күзгі демалыста ауылға келемін. Сау болыңыздар. Осы шақта тұрған етістіктерді табыңыз. Осы шақтағы етістіктер жатыр, тұр, отыр, жүр қалып етістіктер арқылы жүзеге асады. Олар: жазып отырмын, барып жүрмін, істеп жүр. Балалар, бейнероликті тыңдағандарыңызға рахмет. Енді біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. 7-ші жаттығу. Өлеңді мәнелеп оқып беремін, содан кейін тапсырмаларды орындаймыз. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспан мен жерді жалғаған, шарықта көкте өлеңім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ орда, еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Елтаңба тұрар ескертіп, айналайын халқымнан. Енді балалар, осы өлең бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, өлеңге ат қой. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіріп тұр. Келесі тапсырма 8-ші жаттығу. Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап оқы. Етістікті тауып, оларға сұрақ қой. Етістіктердің қашан болған істі білдіріп тұрғанын айт. Мысалы, мен жүрмін. Олар жүр. Сіздер жүрсіздер. Сендер жүрсіңдер. Келесі тапсырма 9-ші жаттығу. Берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Арманның көгершіні аспанда ұшып жүр. Мен анаммен бақшадан қияр жинап жатырмын. Марат кітаптан өлең жаттап отыр. Енді балалар, бүгінгі осы шақ етістіктермен жақсы танысып болсақ, бекіту сұрақтарына назар аударамыз. Осы шақ етістіктер нені білдіреді? Осы шақ етістіктері қандай сұрақтарға жауап береді? Үй жұмысы 11-ші жаттығу 81-ші бет. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Қымбатты балалар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мазмұнды алдыңыздар. Сәттілік